Сәлем достар. Бүгінгі видео сабағымызда future perfect tense, яғни аяқталған келер шақпен танысатын боламыз. Бірінші жасалу жолы. Болымды сөйлем жасаған кезде subject келеді. Бірінші subject дегеніміз I, you, he, they, we деген сияқты есімдіктер. Есімдіктерден кейін will көмекші етістігі келеді, одан кейін have сөзі және past participle. Past participle дегеніміз етістіктің үшінші формасы, бұрыс етістік болса, ал тұрыс етістік болса, етістікке ed жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Көріп отырғандарыңыздай, жаңағы есімдіктеріміз жекеше түрде, көпше түрде болмаса, үшінші жақта сөйлесек те, әрқашан will көмекші етістігін қолданамыз. Болымсыз сөйлем жасаған кезде will сөзінен кейін not сөзін қолданамыз. Ал сұраулы сөйлем жасаған кезде will көмекші етістігі сөйлемнің алдына келеді. Бұл жасалу жолы, ал мағынасын түсіну өте маңызды. Future perfect аяқталған келер шақ деп аталады. Көбінесе бұл by сөзімен және by the time деген сөздермен жасалады. Бірінші by сөзі. By дегеніміз дейін деген мағынаны білдіреді. Істелетін істің нақты қай уақытта бітетіндігін айтқан кезде. Мысалға, we will have finished our new home by next month. Біз үйімізді бітіреміз келесі айға дейін. Бұл жерде нақты мақсат қойылып тұр. Жалпы perfect деген сөздің өзі мінсіз деген мағынаны білдіреді. Біз perfect шақтарын нақты мақсат қойған кезде айтамыз. Мысалға, сіз қонақ шақырып қойдыңыз 2 күннен кейін. Сол 2 күнге дейін сіз қандай іс-әрекеттер орындап болып қою керексіз. Сіз базардан барып азық-түлік сатып алу керексіз. Үйіңіз тазалауыңыз керек. Столыңыз дайын тұру керек. Жаңағы қонақтар шақырғанға дейін. Нақты мақсат қойылды. Сондықтан да сіз қонақ шақырып қойып, бекерден бекер жүрмейсіз ғой. Яғни сіз соған дейін нақты бір әрекеттер жасауыңыз керек. Ары қарай. Our guests will have gone by 10 a.m. Біздің қонақтарымыз 10-ға дейін кетеді. Нақ біліп тұрсыз. Болашақта болатын іс-әрекет, бірақ сіздің миыңызда бұл көріністердің уже бар. Яғни нақты не болатын біліп тұрсыз. Көп жағдайда біз future perfect пен future simple'ды салыстырсақ, нақты мағынасын түсінесіз. Жалпы future simple ол болашақта болатын бір іс-әрекет, бірақ оның қашан аяқталатын, қашан басталатын білмейміз. Әйтеу болашақта болады. Мысалға, I will finish my homework. Мен үй тапсырмамды орындаймын дейді. Бірақ нақты мақсат қойылмаған. Қашан орындалатындығын, қалай орындайтындығы айтылмаған. Ал future perfect'те нақты мақсаты бар. Мысалға, I will have finished my homework by this evening. Бұл мысалға жақсы оқитын оқушы деп айтсақ болады. Бұл кешке дейін нақты мақсат қойған, соған дейін үй тапсырмамды орындап қоюым керек дейді. Ал мынау нашар оқитын оқушының іс-әрекеті. Ешқандай айқын мақсаты жоқ. Ал by the time-ға келетін болсақ, by the time-нан кейін жалпы present simple шағы келу керек. By the time кезде деп аударылады. Мысалға, by the time he get to the school, ол мектепке жеткен кезде his friends already will have already gone. Оның достары уже кетіп қалған дейді. Ол бала мектепке кешігіп барды, сондықтан да ол уже біліп тұр. Ол мектепке барғанша оның достары кетіп қалған. Енді нақты мысалдар талдап көрейік. Қаншалықты көп мысал талдасаңыздар, соншалықты нақты дұрыс түсінесіздер. Бірінші сөйлем. I will have finished my homework by dinner time. Яғни by сөз дейін деп аударылады дедік. Яғни кешкі асқа дейін
Мен үй тапсырмамды орындап болып қоям. How long will you have lived in this city next year? Келесі жылға дейін осы қалада қанша жыл тұрасың дейді. By next summer, they will have built the bridge. Келесі жазға дейін олар көпірді салып болады. The plane will have taken off by 2 hours. Ұшақ 2 сағаттың ішінде ұшады. I will have graduated from the university in 2 years. Мен 2 жылдың ішінде универімді бітіремін. She will have fallen asleep by the time we get home. By the time сөзінен кейін present simple келіп тұр. Яғни біз үйге жеткен кезде ол ұйықтап қалған дейді. By June, I will have finished my work. Июнь айына дейін мен жұмысымды аяқтаймын. By the time I arrive to school, math lesson will have started. By the time, яғни кезде, мен мектепке жеткен кезде математика сабағы басталып қойған дейді. Басталып қойған болады. Бұл бала уже біліп тұр, ол кешігіп келді. Жалпы математика сабағы 1 сағат болады көбінесе. Яғни ол мектепке жеткен кезде математика сабағы басталып кеткен, яғни басталып қойған. Сонымен біз бүгін сіздермен future perfect аяқталған келесі шақ сабағымен таныстық. Сіздерге пайдалы білім болды деген сенімдемін. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар.